сәлеметсіздер ме? Жиынға қатысушылар, бүгін ауданымызға Жетісу облысының прокуроры Жұмаханов Бауыржан Альбертұлы жұмыс сапарымен келіп отыр. Бауыржан Альбертұлы, Көксу ауданына қош келдіңіз. Қайырлы таң, құрметті Көксу ауданының тұрғындары. Заң мен тәртіпті орнату бағытында прокуратура органдары күллі Қазақстан бойынша бас прокурорымыздың тікелей тапсырмасымен, өзінің бастауымен әр адамдармен, әр мұқтаж, мұңы бар адамдарды тыңдап, осы бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Сіздердің тұрғындардың жалпы мемлекеттің мүддесін қорғауға, хақын қорғауға қосымша деңгейін прокуратура органдары, жергілікті атқару органдарының, құқық қорғау органдарының жұмылдырылып қорғауға үнемі жұмыс жүргізеді. Құрметті Бауыржан Альбертұлы, Көксу аудандық ардагерлер алқасының төрағасымын, Владимир Сайнабай Байдалұлы. Осы Көксу ауданының майыр тұрғынымын. Бүгінгі сіздің келген қадамыңызға нұр жаусын, еліміздің берекесі арта берсін. Ақсақал жүрген жерде бата қатар жүреді. Сол себептен сізге бүткіл отырған жұртшылықтың атынан, аудандық мыңнан астам ақсақалдардың атынан бір ауыз сөз өзінің жанынан шығарған бір батамды берейін. Құдіреті күшті құдірет, телегімдік қабілет. Өміріңізді жақсылыққа бағыштаңыз, тәкаппар мінезден қашықтаңыз. Сердің сертке сатқан семсегіндей оны мұрат жасаудан қалыспаңыз. Қолдасын ескені балпық даладан, қорғасын қаман жолбарыс табалар. Жанашыры болсаң еліңнің мәртебе өзі қаланар. Қалыпта болсын жүрегің, адалдық болсын тілегің. Алла аталардың берсін тілегін. Аллаға ақпар. Одан кейін мынау енді Көксу ауданына келген орамал том болмайтын шапан жапса қолды қолат тасқа басылған мынау Көксу ауданының бір тарихы жазылған кітап. Одан кейін осы Көксу ауданында осы халықтың күшімен жасалған дүние, сол сізге ескерткіш болсын. Көксу ауданына көз қырыңыз салып, бізді қолға жүріңіз.